Барлығына сәлем. Бүгін біз қызымыз екеуміз сливочный мороженое жасаймыз. Небәрі 1 минутымыз кетеді. Осындай дайын сливкиді аламыз және ыдысына құйып, жақсылап отырып миксерлейміз. 2 есеге ұлғаю керек. Осыны жақсылап отырып араластырып аламыз. Достар, біздің каналға тіркеліп, видеоға лайк басыңыз және астына комментарий жазыңыз. Өте жеңіл түрде жасалатын мороженойды жасап көріңіз. Енді үстіне біз сгущенканы құямыз. Тағы да жақсылап отырып араластырамыз. Енді осы араластырған сливки мен сгущенкамызды бір ыдысқа салып, морозильникке 5-6 сағатқа қатырып қоямыз. Енді қатырып алған мороженойымызды алдық. Міне көріп тұрсыздар, дайын болды. Дәмі енді сөз жоқ. Магазиндегі мороженойдан да өте дәмді шығады, көріп тұрсыздар. Видеоға лайк басыңыз. Достарыңызға осы видеоны жіберіп, және бізге тіркеліп алуды ұмытпаңыз.